Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар, көңіл күйлерің қалай? Менде көңіл күйім былай өте жақсы. Бірақ далада жаңбыр жауып кетті аяқ астынан. Тез айтып тастасақ ештеңе қылмайды деп ойлаймын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сені бұл өмірде керемет бір жетістікке жеткізетін, сені успешный адам қылатын бір қабілет туралы талқылайтын боламыз. Ол қабілет адамдармен сөйлесе білу қабілет. Ол қабілетке арнап целый ғылым бар, нетворкинг деп аталады. Нетворкинг дегеніміз ағылшын тілінен аударғанда нет деген сеть, ал work деген жұмыс істеу. Яғни сенің связьдарының жұмыс істеуі. Бұл өмірде сен өзінің бір 5-6 адамды білесің, а ол 5-6 адам сені біледі. И получается сендердің кругтарың замкнутый. Себебі сен оларды білесің, олар сені біледі, басқа сендер ешкімді білмейсіңдер. Ал бірақ егер де сен мүмкіндіктерін өскенін қаласаң, онда сен жаңағы аталған 5-6 адамнан бөлек бір адамды тану керексің, өзге адамды. Ол адам сенің 5-6 адамдарыңды танымауы мүмкін, бірақ ол өзінің 5-6 адамдарын таниды. И соның арқасында сен связывающий звеноға айналасың. Мысалға саған бір жұмыс табу керек делік, сен жұмысқа орналасқың келеді. И сен өзінің танитын 5-6 адамнан айтасың, маған жұмыс керек еді жігіттер десең, олар саған жұмыс тауып бере алмайды. Себебі олар тоже сені таниды және өзінің достарын таниды, который тоже сені таниды. Сендердің кругтарын жаңағы айтқандай замкнутый. Ал жаңағы барып өзге адамнан сұрасаң, маған жұмыс керек еді десең, ол айтады, без проблем, брат. Мен ар жақта бір танысым бар еді, ол КНБ-да жұмыс істейді, саған бір орын тауып бере алады деген сияқты айталады. Бұл жаңағы өзге адаммен сенің байланысың, связің өте әлсіз болып саналады. Неге әлсіз? Себебі сен оны танымайсың, сен оның семьясын танымайсың, сен оны жақсы түпкілікті білмейсің. Бірақ сендер жұмыс бабымен болса да, сендер онымен танысыңдар да, соның арқасында ол әлсіз болып саналады. Әлсіз связьдар сені бұл өмірде үлкен бір жетістіктерге алып келеді. Өмірден бір мысал келтірейін. Біздің жұмыста, заводта, сортировочный линияда грейдер деген оборудование сынып қалған болатын. Ол жұмыстан шығып кетті. Ол грейдерді ешкім қалайша жөндеу керектігін білмеді. Себебі грейдер ол шет елден келген оборудование болып саналады. Ол қазақстандық емес. Сондықтан да біздің қазақстандық механиктер ешқайсысы білмейді оны қалай жасауды. И осы жерде менің Пархат деген жұмыстағы бір таныс жігітім бар, инженер. Пархат болса ағылшын тілін білгендіктен, ол жаңағы грейдерді жасап бізге құрып беріп кеткен Бельгиядағы шет ел азаматын таниды. Олар жақсы араласады. Соның арқасында онымен видеозвонокпен сөйлесу арқылы өзіміздің қазақстандық механиктерді шақырып алды да, жаңағы шет елдің Бельгиядағы азаматты ми ретінде, ал өзіміздің қазақстандық механиктерді қол ретінде қолданып, жаңағы грейдерді жасап тастайды. Когда ешқандай технический директорлар оны қалай жасау керектігін білмеген кезде, қарапайым Пархат оны жасап тастады. Соның арқасында Пархат заводтың герой заводы атағын алып премияға ие болды. Осының арқасында көруге болады, что Пархат өзі эксперт болмаса да қалай шешу кереккені, бірақ өзінің связьдерінің арқасында ол кез келген проблеманы шешіп тастады. Пархат бұл ортада связывающий звено болып тұр, яғни нетворкер болып тұр. Нетворкер кез келген адам болу мүмкін. Ондай көп мысалдар келтірсе болады. Мысалға бір завод бар, товарларды шығаратын, бір тұтынушылар бар, со товарды қажет ететін. Егер де сен екі осы экспертпен қажет ететін клиенттердің басын қосып берсең, сен ортадағы нетворкерге айналасың. Оны басқа елдерде енді посредник деп айтады, кез келген терминмен айтады ғой, бірақ ең главный смысл осыда. Қорытындылай келе барлық осы видеомызды бір сөзбен айтатын болсақ, оны Джон Рокфеллердің цитатасымен айтуға болады. Егер де саған видео ұнаса, хотя бы пайдасы болса, онда лайк қойып, каналға подписка жасап, өзіне деген сенімділігіңді еш уақытта жоғалтпа жігітім. Келесі видеоларда кездескенше.